Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 139-140 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ойын ережесін құра аламын ш дыбысымен әрпі. Бұл сабақта сен ш әрпін танисың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Құрамында ш әрпі бар сөздерді буындап, тұтастай және түсініп оқисың. Ш әрпін көркем жазасың. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешейік. Тіс кірлесе тазартар, киімнің кірін азайтар, бәтеңкеңді жаңартар. Бұл не? Бұл не деп ойлайсыңдар, балалар? Балалар, бұл щетка екен. Щетка деген сөзді айтқан кезде қандай дыбыс естіліп тұр, балалар, бізге? Дұрыс айтасыңдар. Бүгін біз ш дыбысымен, әрпімен танысамыз. Қане, барлығымыз ш деп айтып көрейікші. Ш. Ш. Ш дыбысын айтқан кезде, балалар, өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырайды екен. Ш дыбысы дауыссыз дыбысқа жатады. Сондықтан да оны көк текшемен белгілейміз. Енді, балалар, ш дыбысы бар сөздерге дыбыстық талдау жасайық. Щетка. Буынға бөлейік. Щетка. Екі буын бар. Бұл жерде, балалар, 5 әріп, 6 дыбыс бар. Оның екеуі дауысты дыбыс, 4-еуі дауыссыз дыбыс. Ш дыбысы сөздің басында тұр. Келесі, балалар, ш дыбысы қазақ тілінде ащы, тұщы сөздерінде кездеседі. Аш. 2 буын бар. 3 әріп, 3 дыбыс бар. Ш дыбысы сөздің ортасында тұр. Тұш. 2 буын бар. 4 әріп, 4 дыбыс бар. Ш дыбысы сөздің ортасында тұр. Яғни қазақ тіліндегі сөздерде сөздің ортасында келеді екен. Плащ. 1 буын бар. 4 әріп, 4 дыбыс бар. Оның біреуі дауысты, үшеуі дауыссыз дыбыс. Плащ сөзінде ш дыбысы сөздің соңында тұр. Яғни, балалар, орыс тілінен енген сөздерде ш дыбысы сөздің басында, аяғында кездеседі екен. Енді бірінші тапсырма. Оқы. Ащы, тұщы, плащ. Балқаш Қазақстандағы ең үлкен көл. Оның суы 2 түрлі. Балқаштың шығыс жағындағы суы ащы, батыс жағындағы суы тұщы. Ащы, тұщы сөздеріне сұрақ қой. Бұлар қандай сөздер? Екінші тапсырма. Мақалдың мазмұнын қалай түсінесің? Ащы мен тұщыны татқан білер. Мақалдың мазмұнын айтып көрейік. Үшінші тапсырма. Кел ойнайық. Ойын тәртібі ережесі. Оқушылар 2 топқа бөлініп, ащы, тұщы сөздеріне қатысты сөздерді табады. Тапқан сөздерін кестеге орналастырып жазады. Қай топ дұрыс әрі тез орындаса, сол топ жеңіске жетеді. Яғни, балаларға мына жерде кестеге ащы, тұщы сөздеріне қатысты сөздерді жазуымыз керек. 4-ші тапсырма. Мұғалімнің көмегімен күн мен түн ойынының ережесін құрастырып көр. Бүгін дәптерге, балалар, ш әрпінің бас әрпі мен кіші әрпін жазып үйренеміз. Жұмыс дәптеріміздің 37-ші бетіндегі ш әрпі мен бас әрпі мен кіші әрпін және балқаш туралы мәтінді көшіріп жазайық.
тапсырманы әдемі көркем етіп орындайық. Жарайсыңдар балалар, сабаққа өте жақсы қатысты деп ойлаймын. Іске сәт!